Біздің жеріміз пайдалы қазбаларға бай. Сол пайдалы қазбаларды үнемдеу және сақтау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, экологиялық тепе-теңдікті сақтау және болашақ ұрпаққа жеткізу үшін маңызды. Оны жүзеге асырудың бірнеше жолдары бар. Тиімді және үнемді пайдалану үшін өндірісте жаңа технологияларды қолдану, қайта өңдеу, энергия үнемдеу қажет. Альтернативті ресурстарды пайдалануда жаңартылған энергия көздерін қолдану, экологиялық жаңа материалдарды қолдану пайдалы. Табиғатты қалпына келтіру және қорғау үшін ағаш отырғызу және жасыл белдеулер құру. Қазылған жерлерді қайта қалпына келтіру, суды және ауаны ластанудан қорғау аса маңызды. Осы шараларды жүзеге асыру арқылы пайдалы қазбалардың сарқылуын баяулатып, болашақ ұрпаққа табиғи ресурстарды сақтауға мүмкіндік жасауға болады.